Кейіпкеріміз Санақұл Бексұлтан, Қызылорда қаласы. Деуші адам сөздің де киесі бар, жөнді сөйле, болсын һәм жүйесі дәл. Өз қадірін білетін адамдарға сөз қадірі әу бастан тиесілі ол. Серті сынып, бітсе де сенің ұтыл, сатқындықтың нышаны сенің ұту. Ғажаптығы бір бөлек әлімсақтан қазақ тілі ең сұлу, ең ұлы тіл. Мәңгүрттігін болсын де маңдай ғажап, түсінбеймін түсеме таңдай ғазап. Еркелетіп өбектеп әшем айтқан айналайын деген сөз қандай ғажап, құндылығын жоймаған құбылсақ көп. Түбім түркі келген соң бұрынсақ деп, әкем маған батыр деп айтар тақса, анам мені өсірген құлыншақ деп. Пайғамбарға нақыл қағидаттан, сөз қозғасақ шүбәсіз шариғаттан, адамзатқа ананың құрсағынан тіршілікке тіл біткен табиғаттан. Бала қазақ білімді жиғаныңнан, шала қазақ шығармас бұйра мұңнан. Ана тілге махаббат отаныңа, ал отанды сүюің иманыңнан. Сөзінде һәм көзінде от ойнаған, әр уақыттап әр бабам ат ойлаған. Толқып ішін кетемін толғаныстан, қорқынышым әкелсе жат оймаған. Бір жылы сөз биікке тұғыр етті, бір ауыр сөз езеді жұмыр етті. Қасиетті сіңірген құн осындай, тілді құрмет не деген құдіретті. Кете келе беу дарханаңыз дала, сайрап жатыр жолында сан іздара. Атырабың біздерді ақын етті, топырағын түлетті. Абыз, баба, кереметі көрінген киесінен мен сеземін, сен оны сүйесің ел. Қуат берген жаным ана тілім, мен қазақпын бұл сөздің иесінен.